Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін қойдың қабырғасынан кешкі асқа керемет бір тағамның рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазанымызға күнбағыс майын құйып аламыз. Қаласаңыз, тоң май қолдансаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Ал енді қызып тұрған майымызға орта отта бөлшектерге бөлінген қойдың қабырғасын жақсылап салып қуыратын боламыз. Орташа отта қуырып, арасын араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Жартылай етіміз қуырылды, енді тұздықтарымызды қосамыз. Мен тұз, паприка, қызыл бұрыш, қара бұрыш және зіра қолдандым. Ал сіздер өзіңізге ұнайтын тұздық дәмдеуіштерді қолдансаңыздар болады. Кейін аз мөлшерде су құйып, қазанның қақпағын жауып, ең баяу отта жарты сағаттай пісіреміз. Ал енді қасына картоп дайындаймыз. Картопты ұзынша етіп турап аламыз. Картопқа күнбағыс майын құйып, араластырып аламыз. Кейін тұздықтарымызды қосамыз. Мен тұз, паприка және кептірілген укроп пен петрушканы қолдандым. Жақсылап араластырып, табамызға пергамент қағазын төсеп, картоптарымызды орналастырып шығамыз. Кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Міне бүгінгі біздің кешкі асымыз дайын болды. Қойдың қабырғасы аузыңа салсаң еріп кететіндей өте жұмсақ болып шықты. Гарнирге күріш қолдандым. Оның толық видеосын астына сілтемеге қалдырып кетемін, сонда кіріп көрсеңіздер болады. Ал ендеше видеом ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне қалдыруды. Ең бастысы менің YouTube каналыма тіркеліп, басқа да қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты рецептермен бөлісемін. Сіздермен болған Жанерке. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.